Сәлем барлықтарыңызға. Сіздермен бүгін үй жағдайында өте дәмді әрі тез жасалатын холодец дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін асықпай қарауларыңызды сұраймын. Ең алдымен ыдысымызға сирақтарымызды салып аламыз. Барлығын жақсылап жуып, тазалап, осылай қазанымызға салып, және қосымша ет қоссаңыздар да болады. Ет қоссаңыздар өте дәмді болып шығады. Барлық сирақтарымызды, сүйектерімізді салып, оның үстіне салқын суымызды құйып, бір қайнатып аламыз. Суымыз толық сүйектеріміздің бетінен шығып тұруы керек. Суымызды толықтай қайнатып аламыз. Міне бізде суымыз қайнап шықты. Енді бұл суды төгіп тастаймыз. Барлық сүйектерімізді басқа ыдысымызға салып аламыз. Қараңыздар, біздің суымыз қандай қап-қара болып шықты. Бізге тап-таза сорпа қажет. Сол үшін осы бірінші суын төгіп тастаймыз. Барлық сүйектерімізді алып, суымызды төгіп тастаймыз. Енді қазанымызға қайтадан салқын суымызды құямыз. Және сирақтарымызды қайтадан жақсылап суымызға жуып аламыз. Қараңыздар, қандай тап-таза болды. Енді қазанымызға барлығын қайтадан саламыз. Барлық сүйектерімізді осылай жайғастырып аламыз. Газымызды қосып, жақсылап қайнатып аламыз. Суымызды толықтай еттеріміз, сүйектеріміз батып тұрғанға дейін құямыз. Міне бізде бір қайнап шықты. Егерде көбігі шықса, қайтадан көбігін бір алып тастасаңыздар болады. Енді бір сәбізімізді және пиязымызды салып, біраз қасық тұзымызды салып, жақсылап баяу отта 2-3 сағат қайнатамыз. Қақпағын жартылай ашып қойыңыздар. Баяу отта біркелкі қайнауы қажет. 3 сағаттан кейін біздің сүйектеріміз осындай өте әдемі түске енеді. Енді оның үстіне лабыр жапырағын саламыз және түйір қара бұрыш саламыз. Басқа ешқандай қоспалар қоспаймыз. Осы екі ғана заттың өзі бізге жақсы дәм береді. Енді сорпаларыңыздың тұзын көріп алыңыздар осы кезде. Егер тұзы аз болса, аздап тұз салыңыздар. Холодец білесіздер, таптырмас коллагеннің көзі болып табылады. Мен үнемі жасап тұрамын. Отбасымызға өте қатты ұнайды. Балаларымыз да, жолдасым да, өзім де сондай сүйсініп жеймін. Қараңыздар, бізде 4 сағат, 5 сағат уақыт өтті. Мен қазір осы етімді 5 сағат қайнаттым. Еттеріміздің барлығы солай әдемі болып пісті. Қараңыздар, қасықтың өзіне езіліп жатыр. Сүйектерімізден еттеріміз сыдырылып түскен. Өте әдемі болып пісті. Барлық етімізді басқа ыдысымызға салып аламыз. Енді сорпамызды да тағы да бір рет жақсылап сүзгіштен өткізіп аламыз. Қалған сүйектер, осындай бұрыштар қалған болса, жақсылап тазалап аламыз. Енді сорпамыздың бетін артық майларды алып аламыз. Менде қазір өте көп май шықты. Осылай бетінен жұқалап алып аламыз. Енді сорпамызға майдалап туралған чесногымызды және укропымызды салып, бір қайнатып аламыз. Сол бізге жеткілікті. Одан артық қайнатпаңыздар. Бір рет қайнатсаңыздар болды. Бір 2-3 минут жақсылап қайнатып алыңыздар. Енді еттерімізді жақсылап турап аламыз. Еттеріміз сондай жұмсақ болып піскен. Сүйектерінен ажыралып өзі оңай туралады. Қараңыздар, шаншқының өзіне
біздің еттеріміз туралып тұр. Сіңірлерімізді басқа бөлек ыдысқа турап аламыз. Міне қараңыздар, қандай әдемі болып піскен біздің етіміз. Жұп-жұмсақ болып. Баяу отта қайнатсаңыздар, еттеріңіз осындай өте әдемі және тез пісетін болады. Қараңыздар, сіңірдің өзі жұмсақ болып піскен. Өте дәмді холодестердің бірі болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егерде сіздерде буын ауруы болса, аяқ қолдарыңыз сырқырап ауыратын болса, теріңіз құрғап, жұқа әжімдер түскен болса, осы холодесті үнемі тамақтану рациондарыңызға қоссаңыздар болады. Мен барынша балаларға шұжық, яғни колбаса бермеуге тырысамын. Осылай табиғи сүйектермен осындай холодес жасап, таңғы асқа отбасыма дайындап беремін. Өте дәмді әрі пайдалы. Міндетті түрде сіздер де осылай жасап, табиғи жолмен тамақтануды әдетке айналдырыңыздар. Міне біздің сіңірлерімізде сондай жұмсақ болып піскен. Пышақпен осылай майдалап турап аламыз. Енді ыдыстарымызға саламыз. Мен осындай үлкен бір ыдысты қолданамын. Үлкен сорпа ішетін кесе. Сіздер кішкентай шай кесеге де қолдансаңыздар болады. Осылай бірінші еттерін салып аламыз. Мен барынша еттің мол болғанын жақсы көреміз біз. Ыдыстарымызға еттерімізді салып аламыз бірінші. Енді оның үстіне туралған сіңірімізді саламыз. Барлығына бірдей етіп, теңдей бөліп аламыз. Мен қазір кешқұрын жасадым. Таңертең дайын болып тұрады таңғы астарыңызға. Барлығын осылай салып аламыз. Енді оның үстіне қайнап тұрған сорпамызды құямыз. Сорпамыз бізде өте қатты қайнаудың қажеті жоқ. 2-3 минут қана қайнаса болды. Барлығын толтырып, сорпаларымызды құйып аламыз. Өте дәмді холодес болып шығады. Міндетті түрде дәл осы мен көрсеткен рецептпен жасаңыздар. Барлығына біркелкетіп құйып аламыз. Және толықтай суығаннан кейін холодильникке саламыз. Қазір менде әлі ыстық болып тұр. Қазір осы холодестеріміз толықтай суы керек. Сосын барып холодильникке 7-8 сағатқа қалдырамыз. Мен түнде қалдырдым. Міне таңғы асқа біздің холодесіміз дайын. Өте әдемі болып шықты. Қараңыздар, сондай қатты болып шығады. Енді шеттерін осылай пышақпен кесіп, тарелкамызға салып аламыз. Міне қараңыздар, қандай әдемі тұп-тұнық болып шықты. Сорпасы жылтырап, әп-әдемі болып. Дастарханға тартсаңыздар да әдемі болып шығады. Кез келген қонақтарға да ұсынсаңыздар болады. Барлығын осылай біркелкетіп ыдыстарымызға салып аламыз. Түрінің өзі қандай тәбетті ашады. Өте пайдалы холодес. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасауларыңызды сұраймын. Видеоның соңына дейін асықпай қарағандарыңыз үшін үлкен рахмет. Егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.